Бүгін жылулық тепе-теңдік теңдеуін қарастырайық. Температурасы жоғары дене, температурасы төмен денеге жылу береді. Белгілі бір уақыт өткен соң, бұл денелер жылулық тепе-теңдік күйге келеді. Яғни олардың ортақ температурасы болады. Мысалға, мына шәйнектен кәсеге біз қайнаған су құйып жатырмыз мына жерде. Қайнаған судың температурасы 100 градус Цельсиямен. Мысалға, кәсенің температурасы, бөлме температурасы 20 болсын. Бізде қызғаны су қайнаған, суық денеміз кәсе. Осы су құйылғаннан кейін уақыт өте кәсе мен судың арасында температура бірдей болады. Белгілі бір уақыт өткен соң. Осы жағдайда олар жылулық тепе-теңдік күйде болады. Келесі мысал. Піскен жұмыртқаны, яғни ыстық судан алып шығамыз, жұмыртқа өте ыстық болады, оны салқын суға саламыз, суыту үшін. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның температурасы мен судың температурасы екеуі бірдей болады. Жұмыртқа қайнап жатқан оның температурасы сумен бірдей 100 болады. Сосын оны салқын суға салсақ, салқын судың температурасы мысалға 10 градус болсын. Белгілі бір уақыттан кейін оның орташа бір температура пайда болады. Келесі, мында шеберлер ыдыс дайындауда. Яғни оны ыдысты, темірді, металлды ыстық қызуы бар пешке салып, қыздырып, формасын келтіріп, сосын оны шыңдау үшін салқын суға салады. Салып жатыр. Сол кезде олардың температура тепе-теңдікке келеді. Енді осы температураны есептеу үшін жылулық тепе-теңдік теңдеуін қолданамыз. Так, мынау қосынды деген сөз. Q деген жылу мөлшері, оны берген. Яғни жылуды беретін заттардың жылу мөлшерінің қосындысы жылуды алатын заттардың жылулардың қосындысына тең болады. Қанша жылу берсек, сонша жылу алынады. Қысқаша оны былай жазуға болады. Мысалы, екі дене үшін. Мысалы, бірінші суретті алайық, бірінші сурет. Бізде С1 дейміз, мысалы, шәйнектің жылу сыйымдылығы, оның массасы, оның температурасы Т1, орныққан температура Т2 деп жазылады, өге ұқсайды. Кәсеміз С2, мысалы, шыны болса, массасы М2, ол көтеріледі сол орныққанға дейін. Оныкі болды Т2. Екі зат тепе-теңдікке ұмтылғанда, оның қысқаша формасы былай жазылады. Жылулық тепе-теңдік теңдеуі ол қанша зат жылу береді, қанша салады, соған байланысты. Жоғары жазылып тұрған бірінші формула жалпы түрде, мұны жеке жағдай, екі зат араласқан жағдайда. Көбінесе осы екі затқа байланысты есептер келеді. Мұнда тетта деген орныққан температура, яғни ыстық салқын араласқаннан кейін орныққан, жақшаға қоспа деп қойып, араласқан, орныққан қоспа температурасы. Яғни орташа пайда болған ғой. Цельсий мен Кельвин алуға болады. Т1 біздің жағдайда ол ыстық Т2-ден жоғары температура. Температуралар. Температура. Цельсий. Егер Кельвин болса, Кельвинмен шығара беруге болады. С1, С2 ол біздің заттардың жылу сыйымдылықтары. Меншікті жылу сыйымдылығы. Сыйымдылығы. Меншікті жылу сыйымдылық бізде джоуль, килограмм, градус. М деген масса. М1, М2 біздің екі заттың массалары. Килограмм аламыз. Масса. Q деген берілген жылу мөлшері, Q алған жылу мөлшері. Мына белгі қосынды деген сөз. Қосынды. Қанша зат бар, сонша заттардың бөлінген жылулары немесе алған жылу мөлшерлері қосамыз. Мына орныққан температураны тета деп оқиды. Т-Е-Т-А. Тета. Кей кітаптарда Т-мен жаза береді. Бірақ көпшілігінде осы өге ұқсас тета әрпімен белгіленеді. Мысал қарастырайық. Температурасы 20 градус болатын 400 литр су, температурасы 70 градус 100 литр сумен араластырылған. Қоспаның температурасын анықтаңыз. Яғни бізде бір ыдыс бар, 400 литр су бар ішінде. Бізде екінші ыдыс бар, 100 литр. Мұнда температура 20 градус Цельсий, мұнда 70 градус Цельсий. Сосын екеуін алады да араластырады. Бір ыдысқа құяды. Яғни мынаны алады, мұнда құяды, мынаны алады, мұнда құяды. Сонда бізде орташа қоспаның Т2-ден температура шығады, соны табыңдар дейді қанша екені. Жазайық, берілгені. Температура бізде Т1 20 градус, Т2 70 градус. Яғни бізде мұнда Т1 кіші Т2-ден, ыстығы бізде 70 Т2 болады. Бірінші көлем бізде 400 литр, екінші көлем 100 литр.
табу керек қоспаның температурасы. Тета. ХБЖ. 400 литрді 1000-ға бөлеміз, яғни 410 минус 3 метр куб. 100, 1 литрді 10 минус 3 метр куб бар. Метр куб. Талдау. Масса керек болды ол ро көбейту В. Екінші масса сәйкесінше болды ро 2, В2. Бізде жылу сыйымдылықтар екеуі су болғаннан кейін ыстық салқын қарамайды, екеуі су, сол себепті екеуі тең болады. Екеуі су болғасын, олардың заттың тығыздықтары да тең болады. Судың тығыздығы өз-өзіне тең. Енді негізгі біздің керек формула. Бізде енді мына не көріп тұрмыз? Т2 артық Т1. Сол себепті екінші нөмірді бірінші жазамыз. Яғни С2, М2, Т2. Жоғары температура бірінші жазылады. С1, М1, Т1. Так, назар аударыңыздар. Жоғары бірінші жазылады, салқын соңына жазылады, орныққан ортасына жазылады. Бұл біздің негізгі формуламыз. Осы формуладан Т2-ны өрнектеп шығарайық. Екі тәсіл көрсетеміз. Біріншісінде формула қорыту арқылы, екіншісі бірден сандық мәнін қою арқылы. Сіздерге қалай ыңғайлы солай шығарасыңдар. Негізінен дұрысы формуламен шығарған. Мұнда С-лар тең болғасын қысқартып тастаймыз. Сонда бізде М2, Т2 жақша шыққанда, М2 Т2, С-ларды қысқартып жақшаны ашып отырмыз. М1 Т2, М1 Т1. Осыдан М-дар бір жаққа жібереміз. М1 Т-ларды мына жаққа жіберейік. Сонда М2 Т2 плюс М1 Т1. Т-лар бір жаққа жіберейік. М1 Т2 плюс М2 Т1. Онда Т-ні жақшаны сыртына шығарамыз. Сонда М1 Т1 деп ретімен жазайық. М2 Т2 орнына ауыстырып мұнда Т-ні шығарамыз. М1 плюс М2. Осыдан Т-ні табу үшін мына мөлшер көбейту ол мына жаққа бөлу болып барады. Так, сонда бізде М1 М2 бөліміне барады. М1 Т1 плюс М2 Т2. Енді М деген бізде ол ро В. Сонда ро В 1Т, ро В2. Ролар тең ғой. Т2, ро В1, ро В2. Осыны роның жақшаны сыртынан шығарайық, қысқартып тастайық. Сонда В1 Т1 плюс В2 Т2. Яғни осы қорытқанда күрделі, бірақ дұрыс вариант осы. Егер қиын болса, оны сандық мәндерін қойып тастайсыңдар, бірден шығады. Роларды қысқартайық, қалғанын жазайық. Тең болады. Так, В1 Т1, В2 Т2, В1 қосу В2. Енді осы формула сандық мәнін қоямыз. Так, Т тең болады. В1 бізде 410 минус 3 метр куб, көбейту 20 градус. 100 көбейту 10 минус 3 көбейту 70 градус Цельсий. Мұнда 410 минус 3 плюс 100 көбейту 10 минус 3. 10 минус 3 жақшаны сыртынан шығарамыз да қысқартамыз. Сонда бізде 15.000 бөлінген 500 болады. Нөлдерді қысқартамыз, 150 бөлу 5 болады, ол бізде 30 градус. Яғни ыстық пен салқын араластырғаннан кейін бізде 30 градус қоспаның температурасы пайда болды. Енді осы есептің екінші тәсілін шығарайық, жеңіл тәсілмен, яғни сандық мәндер орнына қойып тастағанда. Жаңа формуланы жазамыз. С2, М2 жазып алайық. Түсінікті болсын деп. С1, М1, Т2 минус Т1. Енді С-лар өзара тең ғой, бізде екеуі су ғой, сол себепті қысқартып тастаймыз. М деген ро В. Так, ро В2, Т2 минус Т2, ро 1, В1, Т1. Ролар бірдей болғасын қысқартып тастаймыз. Сонда В2, Т2, Т2, В1, Т2, Т1. Енді сандық мәндерін қойық. В2 бізде 100 литр, яғни 110 минус 3 метр куб. Т2 бізде 70 градус, азайту Т2. Тең болады В1 бізде 400, 10 минус 3, Т2 азайту 20 градус. Екі жағын 10 минус 3-ке бөліп жіберейік. Сонда бізде 10 минус 3, 10 минус 3 кетеді. Екі жағын 100-ге бөліп жіберейік. Сонда бізде 2 0 кетеді бұнда. Сонда қалады бізде 70 минус Т2, бұнда 4, Т2 минус 20. Жақшаны шығамыз. 4-ті Т2 өтеміз 4 Т2, 4-ті өтеміз 20-ға 80. Бұнда 70 минус Т2 жазайық. Енді әріптер бір жаққа, сонда бір жаққа жібереміз. Минус Т2 плюс болып барады, минус 80 плюс болып барады. Сонда бізде 70 қосу 80 градус, 4 Т2 қосу 1 Т2. 150 градус, 5 Т2. 150-ді 5-ке бөлеміз. Сонда бізде жауабы шығады 30 градус.
яғни осылай сандық мәнін бірден қойсаңдар жылдам шығады.